дөңгелектегі пропорционал кесінділер деген тақырыпты түсіндіргім келіп тұр. Бізде мынада оқу мақсаты бар. Хордалардың, жанамалардың, қиюшылардың кесінділерінің пропорционалдығы туралы теоремаларды әзірлеу. Яғни біз хорда деген не екенін білуіміз керек, жанама дегеніміз не, қиюшы дегеніміз не, соң пропорционал дегеніміз не. Енді дәлелдейді, біз қазір дәлелдеу тез айтып өтеміз. Дегенмен біз қолдануды білуіміз керек. Есеп шығаруда бізде қолдану көбірек маңыздырақ. Қазіргі мақсат екі хорда қиылысқанда пайда болатын ұқсас бұрыштарды тани білуіміз керек. Одан кейін хордалардың қиылысу теоремаларын қолданып белгісіз ұзындықтарды табамыз. Қазір белгісіз кесінділердің ұзындықтарын табамыз. Бұған дейін біздің білетін біліміміз хордалар және ұқсас үшбұрыштар. Яғни бұған дейінгі біздің білетін дүниеміз. Бұлар бастапқы білім ретінде біз үшін маңызды. Шеңбер ішінде қиылысқан хордалар, міне ішінде деген өте маңызды сөз. Хорда дегенді білеміз, шеңбердің кез келген екі нүктесін, міне А дегеніміз ол хорда, шеңбердің кез келген екі нүктесін қосатын кесіндіні айтады. Міне ДЦ да екінші хорда. Екі хорда міне шеңбердің ішкі жағында, ішкі аймағында, ішінде деп жаза салдық, ішкі аймағында қиылысып тұр, П нүктесінде. Енді осы егерде ішкі жағында қиылысатын болса, қандай байланыс бар деген сұрақ туындайды. Енді қарап отырсаңыздар, міне мынадай үшбұрыш пайда болды. Мұқият қарайық. Міне мына жердегі бұрыш пен мына жердегі бұрыш бір-біріне тең болады. Себебі бұлар вертикаль. Ал енді мына бұрыш пен мына бұрышта тең. Біз өткен сабақта айтқанымыз, мына бір доғаға тірелген бұрыштар тең болады. Ендеше мына бұрыш пен мына бұрышта тең. Онда үшбұрыштар ұқсастығының белгісі бойынша, егер үшбұрыштың екі бұрышы бір-біріне тең болса, онда ол үшбұрыштар ұқсас дегенбіз. Яғни мына үшбұрыштар енді үшінші бұрыштар өзінен өзі тең болады. Сондықтан да бұл үшбұрыштар ұқсас. Үшбұрыштар ұқсас болса, онда ондағы қабырғалардың, онда екі үшбұрыш ұқсас болса, олардың сәйкес қабырғалар бір-біріне пропорционал дегенбіз. Пропорционал деген болатын болса, онда мына АП деген қабырға мына ПЦ-ға пропорционал болады. Мына бір ДП-міз ПБ-ға, ал АД-мыз ВЦ-ға сәйкес қабырғалар. Сәйкес қабырғалар болса, онда пропорционалдық қатынас орындайды. Міне АПД үшбұрышымен ВПЦ үшбұрыштары ұқсас. Үшбұрыштар пайда болды. Ең бірінші. Енді бұл ұқсастықтан біз қатынастар аламыз. АПД мен мына екеуі тең екенін жаңа айттық, вертикаль бұрыш болғандықтан. Келесі АДЦ мен ВЦ бұрыштары тең, бір доғаға тірелгендіктен. Онда бұл бұрыштар ұқсас. Біз онда мынадай қатынас аламыз. Шеңбер ішінде екі хорда қиылысқан болса, онда бірінші хордан бөліктерінің көбейіндісі екінші хордан бөліктерінің көбейіндісі тең дейді. Яғни бізде мынадай қатынас тең болады. АП-ның мына АП-ның ДП қатынасы тең болады. СП-ның сәйкес қабырға мына ВП-ға қатынасы. Бұдан енді біз қазір мыналар сыртқы мүшелер, мыналар ішкі мүшелер деп көбейтінді түрінде жазуымызға болады. Бұны түрлендіріп былай жазуымызға болады. Міне, құрметті оқушылар, сіздер үшін ең маңызды нәрсе мына сурет. Осы суретті әріптердің орнын шатыстырып алмаңыздар. Яғни мына бөлікті міне АП-ны ПВ-ға көбейттік, СП-ны ПД-ға көбейттік. Өстіп керемет бір қатынас алдық. Енді бұл не үшін керек дейді ғой? Міне сіздерде осындай есептер болады. Мысалға мына екі хордан, мына хордан тұтастай ұзындығы 13-ке тең, мына хорданың ұзындығы x+3-ке тең. Бізге мына x-ті табуымыз керек. Жаңағы қасиет бойынша 9-ның 4-ке көбейтіндісі тең x-тің 3-ке көбейтіндісі, сол емес пе? Енді мына 9 мен 3-ті қысқартып жесек, мынарда 3 болады, сол кезде x-ің тең 12 болады. Жаңағы ереже бойынша. Міне мына қатынасты қайтадан көрулеріңізге болады. Осы есептерді өздеріңіз шығарып көріңіздер. X-ті табыңыз, мына жақта да X-ті табыңыздар. Өздеріңіз шығарып тексеріп көріңіздер. Мен жауаптары тұр.
Енді шеңбердің сыртында қиылысқан хордалар. Не А-ды хорда, С-ды да хорда. Енді біз хорданы былай қарай созып жіберетін болсақ, бұл екеуі мына шеңбердің сыртында қиылысатын болады. Мысалы, П дегенін нүктеміз мына сыртта пайда болады, иә? Екі хорда міне сырттай. Тек мұнда олар шеңбердің тысқары аймақта қиылысады. АДП мен С үшбұрыштарын қарастырамыз. Бұл екі бұрышта АПЦ ортақ. АПЦ деп отырамыз. Жаңағы мына жақта қиылысқан көрсетіп қойған төбеміз, е? Оныншы АДП мен СВП үшбұрыштарының ұқсас екендігі міне пайда болады. Міне екеуі ұқсас. Мына өруардағы АПД деген үшбұрышпен мына ВПЦ үшбұрыштары ұқсас болады. Себебі жаңағы бірінші слайдта көрсеткен мұқият қарап алыңыздар неліктен екен. Енді бұдан қандай қатынас шығады? Бұнда да сәйкес қабырғалардың қатынастары, яғни АП қабырғасы, мына АП қабырғасы, мына өріп жатқан АП қабырғасы. ДП-ға мына қабырға қатынасы тең болады. Мына жақтағы СП-ның мына ВП-ға қатынасы. Енді қарап соқ, сонымен мына АП-ның ДП-ға, СП-ның ВП-ға қатынасы. Не болса, бұл жерде бүйте салуға болады. АП-ны ВП-ға көбейте салсақ, мына жерде бір линияның бойымен жеңілдірек болады. Бүйтіп көбейтетіміз. АП мен мына ВП-ны көбейтеміз. Мына линиямен мына жерді көбейтеміз. Мына біру СП мен ДП-ны көбейте салсақ, бізде түсінуге, есте сақтауға оңай бір ереже шығады, міне. Бұл сіздерге керек ең главный ережелердің бірі. Сонымен осылай қатынас бар. Бізге мына X-ті табу керек. Қалай табамыз бұны? Онда жаңағы ереже бойынша қалай істедік? Мынаны көбейттік 5-ке. Мынауымыз 8 болады, қоссақ 8 ғой. 8-ді 5-ке көбейттік. Тең болды. X плюс 4-ті көбейтеміз 4-ке. Енді 4 пен 8 қысқартып жекарда 2, мынада 10 қалды. 10 қалса 4-ті о жаққа барсақ 6 болады. 6 болады. Міне, осы ереже бойынша шығарып шықсақ, міне жауабы 6 екен. Міне осы ережені қолданып, осындай керемет есептерді сіздер шығара алатын болсыңдар. Енді бұл жерде де өздеріңіз мұқият есептеп шығарып көріңіздер. Қазір шығатын жауаппен тексеріңіздер. Жақсы ма? Кеттік ары қарай. Енді хордалардың қиылысуы. Мынау енді сіздерге өздік жұмыс ретінде. Мына сонымен бірінші ереже, мынау екінші ереже. Сол бойынша шығарып көріңіздер де. Міндетті түрде шығарғаннан кейін барып, мына жауабымен тексеріңіздер.